Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта жаңа рубрика мен разбор тексті мәтінді талдаумен бастағым келіп тұр. Егер де осындай рубрика жиі болғанын қаласаң, комментарийға жазып кет. Осы 5 сөйлемді орысша аударып, окончанияны жалғауды үйренетін боламыз. Бірінші сөйлемнен бастайық. Санжарда қиындық болды. Етістікті табайық. Етістік болды. Және бұл өткен шақтың етістігі. Өткен шақтың етістігі. Ол род бойынша бөлінеді. Сәйкесінше, мужской род болса был, женский род болса была, және средний род болса было болады. Енді осы етістікке сұрақ қойайық. Не болды? Қиындық болды. Орыс тілінде қиындық бұл проблема болады. Бұл сөз женский родқа жатады. Енді біріктірейік. Қиындық болды дегенді орыс тілінде біріктірейік. Қиындық проблема. Проблема женский родқа жатады. Сәйкесінше женский родтың етістігін таңдаймыз. Сонда проблема была. Сонда қиындық болды, проблема была. Санжарда дегенді өзгерту керек. Санжарда. Сұрақ қойайық. Кімде қиындық болды? Санжарда. Демек, орыс тілінде бұл у кого? Бұл родительный падеждің сұрағы. Санжар бұл дауысы зарька аяқталып тұр. Родительный падежде санжар бұл мужской родқа жататындықтан оған а деген жалғау жалғаймыз. Сонда у кого? У санжара. Енді бәрін бір-бірімен біріктірейік. У санжара была проблема. Санжарда қиындық болды. Келесі. Бүгін далада жаңбыр жауған жоқ. Етістік жауған жоқ. Етістік жауған жоқ. Орыс тілінде аударсақ не болады. Не жауған жоқ. Жаңбыр жауған жоқ. Ал орыс тілінде отрицание, кімнің, ненің жоқ екенін білдіру үшін біз родительный падежді қолданамыз. Сонда не было, чего бұл родительный падеж. Сонымен осы жаңбыр деген сөзді родительный падежге қою керек. Жаңбыр. Орыс тілінде дождь. Бұл жіңішке белгісіне аяқталып тұр. Менде YouTube каналымда родқа байланысты сабақтар бар, және де жіңішке белгісі бойынша сабақтарым бар. Соны көрсең болады. Жіңішке белгісіне аяқталатын мужской род сөзі бар, және женский род сөзі бар. Жіңішке белгісі егер мужской род болса яға ауысады родительный падежде, ал егер женский род болса онда их ауысады. Сонымен сұрақ. Дождь бұл мужской род па, әлде женский род па? Дождь сөзі бұл мужской родқа жатады. Сонымен жіңішке белгісі яға ауысады. Дождя. Жаңбыр жауған жоқ. Бұл не было? Дождя. Енді бүгін далада дегенді өзгертейік. Бұл жерде бізде улица дегенді дұрыс жалғау керек. Дұрыс окончание жалғау керек. Сұрақ қойайық. Қашан жаңбыр жауған жоқ? Бүгін. Орыс тілінде. Когда? Сегодня. Жаңбыр қайда жауған жоқ? Далада. Орыс тілінде қайда деген екі сұрақ жауап береді. Где және куда. Где деген бұл бізде место, местоположение, жер туралы айтылса, ал куда бұл направление, бағыт туралы айтылады. Контекстте бізде местоположение, место, жер туралы айтылғандықтан, где деген сұрақты қоямыз. Сонда бұл предложный падеждің сұрағы. Демек, бізге қазір далада деген сөзді предложный падежге қою керек. Дала бұл улица орыс тілінде. Бұл женский родқа жатады, ал предложный падежде женский родқа аяқталған а әріпі е болып өзгертіледі. Сонда бізде Сонда дұрыс жауабы: сегодня на улице не было дождя.
Бүгін далада жаңбыр жауған жоқ. Келесі. Өтінемін, маған мына қара костюмді беріңізші. Осыны енді орысша аударайық. Бізге мына қара костюмді дегенді орыс тілінде дұрыс окончание жалғау керек. Осы сөзге байланысты етістігін табайық. Беріңізші. Орыс тілінде бұл дайте. Сонда сұрақ қояйық. Нені беріңізші? Мына қара костюмді. Ал орыс тілінде дайте что? Бұл бізде винительный падеждің сұрағы. Енді родын анықтайық. Бізде мына деген есімдік, қара деген сын есім және костюм зат есім. Демек, зат есімнің родына байланысты. Костюм бұл мужской родқа жатады, себебі дауыссыз әріпке аяқталып тұр. Және бұл бізде сонымен қатар жансыз, яғни зат. Жаны жоқ. Неге? Бізде винительный падежде жансыз және жанды болуына байланысты олар окончаниялары өзгереді. Яғни, винительный падежде мужской род болса, сонымен қатар жансыз болса, ол өзгермейді. Яғни, винительный падежде костюм болып қалады. Енді қара бұл бізде сын есім, черный. Бұл да осылай қалады. Мына деген қалды. Мына деген бұл есімдік. Это орыс тілінде және бұл род бойынша бөлінеді. Сәйкесінше мужской род болса этот, женский род болса это, және средний род болса это. Бізде бұның роды зат есімге байланысты болады. Яғни костюм сөзі бұл бізде мужской родқа жатады. Сол себепті де этот деген есімдікті таңдаймыз. Сонда винительный падежде этот черный костюм болады. Дұрыс жауабы: прошу, дайте мне этот черный костюм. Өтінемін, маған мына қара костюмді беріңізші. Келесі. Азамат анасына гүл сыйлады. Осыны талдайық. Етістік бізде сыйлады. Орыс тілінде бұл подарил. Енді сұрақ қояйық. Не сыйлады? Гүл сыйлады. Ал орыс тілінде что подарил? Цветы. Подарил цветы. Енді анасына дегенге сұрақ қояйық. Кімге сыйлады? Анасына сыйлады. Кімге? Анасына. Ал орыс тілінде бұл кому подарил? Бұл дательный падеж. Демек, анасына деген сөзді дательный падежге өзгерту керек. Ана бұл мама. Ал дательный падежде женский родқа аяқталған сөз мама деген сөз ме болып өзгереді. Сонда дұрыс жауабы: Азамат подарил цветы маме. Азамат анасына гүл сыйлады. Келесі, соңғы 5-ші сөйлем. Біз атамызға қоңырау шалдық. Етістік қоңырау шалдық. Орыс тілінде бұл позвонили. Енді осы етістікке сұрақ қояйық. Кімге қоңырау шалдық? Атамызға. Ал орыс тілінде кому позвонили? Яғни бұл дательный падеждің сұрағы. Бізге атамызға деген сөзді дательный падежге қою керек. Ата бұл бізде дедушка. Ал дательный падежде дедушка сөзі дедушке жалғаймыз. Сонымен дұрыс жауабы: мы позвонили дедушке. Біз атамызға қоңырау шалдық. Егер де осындай рубрика жиі болғанын қаласаң, комментарийға жазып кет. Сонымен бүгінгі сабағымыз мәтінді талдау, разбор тексті,
аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.